Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-ана, қадірлі оқушы. 5-ші сабағымызға да келіп жеттік. И, қысқа и, ц, ш, щ әріптерінің кіші әрпін жазып үйренеміз. Барлығының элементтері өте ұқсас, өте оңай. И әрпінің құйыршығынан 2 торкөз тастап, жоғарғы бөлігінен бастаймыз. Жоғарғы бұрыштан қиғаш сызықтың бойымен дүзу түсіп, астыңғы жағын имек етіп, екінші қиғаш сызықтың бойымен көтереміз. Дәл сол келген жолмен төмен түсіп, астын қайырамыз. Жақынырақ көрсетейін. Екі торкөз құйыршығынан санап тастаймыз. Жоғарыдан дүзу сызық, сызықтың бойымен астыңғы сызықтан өтіп, үстін келесі қиғаш сызықтың бойымен көтеріліп, қайта түсеміз. И әрпі. Қысқа иді жазамыз. Құйыршығынан дәл солай 2 торкөз тастап, жоғарыдан төмен имек, жоғары көтердім, төмен түсеміз, астыңғы құйыршығын саламыз. Айшығын ұмытып кетпейміз. Тағы бір рет қайталаймын. 2 торкөз тастаймыз, жоғарғы төменгі сызықтан шығармай, жазамыз. Ц әрпі иға өте ұқсас. Құйыршығынан 2 торкөз тастаймын, жоғарғы бұрыштан қиғаш сызықпен дүзу түсемін. Енді құйыршығын қайырған соң, онда қ, ң әрпіндегіндей дүзу түсеміз. Құйыршығы бар. Ц. Тағы бір рет қайталайық. Құйыршығынан 2 торкөз тастаймыз. 3-ші торкөздің жоғарғы жағынан бастаймыз. Жоғарыдан төмен қарай түзу сызық, имек, жоғары көтердім, қайтадан төмен түсеміз. Құйыршығы Ц әрпі. Келесі бізде Ш әрпін жазамыз. Құйыршығынан 2 торкөз тастап, жоғарыдан дәл и әрпі сияқты, бірақ та мұнда 3 таяқша сызылады. 1, 2, 3 құйыршығын қайырамыз. Тағы да бір рет қайталаймын. 2 торкөз тастадым, жоғарыдан 1, 2, 3 Ш әрпі. Енді дәл солай Ш әрпін 2 торкөз тастаймыз. 3-ші торкөздің жоғарғы жағынан бастаймыз. Жоғарыдан төмен 3 таяқша, 1, 2, 3 және мұнда құйыршығын ұмытып кетпейміз. Ш. Тағы бір рет қайталаймын. 2, жоғарыдан 1, 2, 3 құйыршығымен 4.